Сәлем жас физик, бүгін біз салмақ тақырыбына келген жоғары деңгейлі есептерді шығаратын боламыз. Жалпы бұл есептің екі шығару жолын ұсынатын боламыз. Сондықтан мұқият тыңдап, назарыңды аударасын деген сенімдемін. Біреуі қысқа жол, біреуі ұзын жол, бірақ дегенмен түсінікті деп ойлаймын, екеуі де. Ең бірінші тапсырманы оқып алсақ, жердегі салмағы 720 ньютон ғарышкердің жер бетінен жер радиусының 20%-ына тең биіктіктегі салмағы дейді. Енді салмақтың негізгі формуласы P тең болады mg. Әрине бұл ғарышкердің массасы өзгермейді. Өзгеретін зат бұл жерде сонда g болып тұр ғой. Ол да шын. Неге? Өйткені мына еркіндісі үдеуі биіктікке байланысты өзгеріп отырады. Биіктік көбейген сайын оның мәні азайып отырады. Бұның енді формуласы қандай десеңіздер, гравитация масса бөлінген r жердікі қосамыз h. Қандай биіктікте? Соның квадраты болып кетеді. Екенің қосындысының квадраты. Енді бізде белгіні бойынша 20%-ына тең дейді. Яғни бізде ол 0,2 r жерге тең деп өздері айтқан. Осы жерден g-ді табатын болсақ, гравитация масса, бірақ жақшан іші өзгереді. r жер қосамыз 0,2 r жер соның квадраты. Ары қарай шарттайтын болсақ, мұна екенін қоссақ, сонда 1,2 r жердің квадрат болып шығады екен. Яғни біздің ара қашықтығымыз, яғни r жеріміз 1,2 есе артты да. Яғни r жер 1,2 есе артқан болыпты бұл ара қашықтығымыз. Егер бұл жерде ара қашықтығымыз 1,2 есе артатын болса, онда мына еркіндісі үдеуіне ол кері пропорционал ғой. Демек ол кемейді. Бірақ қанша есе кемейді дегенге мына квадрат жауап береді. Яғни 1,2-ні квадраттап жерімізді g 1,2-ның квадраты 144 қой, мысалы 12-ның квадраты 1,44 есе кеміп кетеді екен. Яғни біз аламыз да, яғни g 1,44 есе кемейтін болса, онда салмақта 1,44 есе кемейді дейміз да. Көрдіңіз бе? Яғни біз аламыз да 720-ны бөліп тастауымыз керек болады 1,44-ке. Сонда шығады екен бізде 500 ньютон. Тексеріп көріңіздер, және де жауабын комментарияға жазып кетіңіздер. Дұрыс болса дұрыс деп, қате болса қате деп. Сонда бізде А жауабына сәйкес келеді. Енді басында 720 ньютон еді ғой. Ол 220 ньютонға азайып қалды да. Тура сол сияқты 500 ньютон дегеніміз мұнда басқа жауаптары келе ме екен? Келмейді екен. Тек қана сонда А және С жауаптары дұрыс, және осы үшін біз 2 балл алып кетеді екенбіз. Бұл енді қарасыңыздар, артады кемейді деген әдіспен есепті шығару тез және ыңғайлы сияқты. Егер бұл ұнамаған болса, онда сізге екінші жолын ұсынамын. Ол қандай жол? Яғни біз бастапқысын есептей боламыз. Яғни P тең болады mg 1 дейміз. P1 болсын. Яғни бұны өрнектеп жазатын болсам m, g дегеніміз ол гравитация, масса, мұнда r жердің квадраты. Келесі, мұнда көбейді. P2 тең m g2. Сонда масса көбейді деген гравитация, масса бөлінген r жер қосылған h-тың квадраты. Көрдіңіз бе? Енді бұл жердегі бізге керек заттар, енді екеуін бөліп тастасақ болады. Яғни P1 бөлінген P2 деп, тең P1 бізде бар ғой. Массалар қысқарып кетеді. Көріп тұрсыздар, гравитация қысқарып кетеді, мыналар да қысқарып кетеді. Енді мынау r жер қосылған h квадратымыз үстіне шығады. R жер қосылған h сыртында квадрат үстіге шығады. Мұнда r жердің квадраты өз қалпында қала бермек. Квадраты. Осы жерден P2-ні тапсақ. P2-ні тапсақ, енді мұнда қазір енді есептеп алатын боламыз. Пропорция әдісімен. Сонда біз P2-ні тапсақ, P1-ге көбейтіп r жердің квадратын. Мұнда енді біз білеміз, r жер қосамыз 0,2 r жер соның квадратын. Ары қарай шайып кететін болсақ, мұнда жалғастырайыншы. Так, P1 көбейтілген r жердің квадраты, мұнда екеуі көбейтіліп қосады ана жерден 1,2 r жер соның квадраты болады. Яғни бізде P1 көбейтілген r жердің квадратын бөліп тастаймыз 1,44 r жердің квадраты. Яғни бізде r жердің квадраттары қысқаратын болады.
Сонда бізде p2'miz тең болады p1 бөлінген 1,44. Егер біз 720-ны бөліп тастайтын болсақ 1,44-ке шығады екен 500 ньютон. Яғни 220 ньютонға кемиген. Жауабымыз бізде атса және плюс 2 балды ал кетеді екенбіз. Қай тәсіл ұнады немесе қай жол сен үшін түсініктірек болды, міндетті түрде комментарий жазып кет, және де достарымен бөлісуді де ұмытпа. Сау саламатта болайық, келесі осындай талдауларда кездескенше.